Армысыздар, құрметті көрермендер. Кармология арнасына қош келдіңіздер. Жалпы мен бүгін сіздермен жай ғана рухани адам жайлы сөйлескім келіп тұр. Ол жалпы сіздердің ойларынша кім? Ол қандай болу керек? Сол жайлы жай ғана әңгімелесеміз. Ал менің өзім ойымша, рухани адам деген ол кісіні ешкім ренжіте алмайды, ол кісіні ешкім мазақ ете алмайды, және де ешқандай адам ол кісінің жер жебіріне жете алмайды. Себебі мен ойлаймын, ондай кісіні расымен де ренжіту мүмкін емес. Ол ешқандай сөзі өзіне алмайды. Айтпақшы, мен мысығымен таныс болыңыздар. Привет. Өзім көріп тұр. Себебі ол барлығына жоғары, расымен де. Кез келген бір сөздерге ренжи бермейді, және де әрбір сөз көңіліне алып қалып, өзіне маған айтып жатыр, демек мен осындаймын деп қабылдамайды да, ол жай ғана ойлайды да. Бірінші алдымен ойланады, неге бұл сөз, мысалы, егер ол жаман сөз болса, ойланады, бұл сөзді неге маған айтып тұр. Мынандай кісіден осындай сөз естуімнің себебі неде? Осыны ойланады. Міне содан кейін ғана келесі қадамы қабылдау, болмаса қабылдамау болады. Менің ойымша солай. Жалпы негіз мен ойлаймын, кез келген рухани өскен адам ол Құдайға жақын адам деген сөз. Сондықтан барлығымызда шын мәнінде рухани өсуіміз керек. Бір-бірімізді ренжітпей, өкпелемей өмір сүруге де болады ғой. Негізі рухани өскен адамды осылай мына белгілер арқылы біле аласыз деп ойлаймын. Ол кісілер мысалы қандай жанжал, қандай адам алдында тұрса да, оның тілін таба біледі. Тіпті жаңағы ерегісіп қалған, кекшіл адам болса да, ол кісімен дұрыс сөйлесе алады да. Сонымен қатар ол кісілер ешқашанда жаңағы айқайлап сөйлемейді, адамдарды ренжітпеуге тырысады. Оның өзің жалпы кез келген нәрсені 21 күн жасасаңыз, ол әдетке айналып кетеді дейді ғой. Сондықтан мысалы 21 күн бойы шын мәнінде бір мейірім сезініп, кішкене болса да күлімдеп, еш нәрсені көңілге алмауға тырысып, бәріне жаңағы сабырмен қарай білсеңіз, ол әдетке айналып кетеді. Сонымен қатар рухани өскен адам, ол бағана айттым ғой, Аллаға, Тәңірге жақын адам. Көбісі ойлайды ғой, хиджаб киген, намаз оқып жүрген кісілер ғана Құдайға жақын деп. Шын мәнінде мен оған аса қатты келіспеймін. Және олай намаз оқитын, хиджаб киетін кісілерге де дым қарсылығым жоқ. Мен барлық адамдарды бір деңгейде сыйлаймын себебі. Ал енді мысалы өзіме келетін болсақ, мен хиджаб мысалы кимесем де, Құрандарды Құдайға шүкір білемін, оқимын. Менің жалпы негізі айтамда, адамның түріне қарап, сыртына қарап, сырттай тоң піше салған әрине оңай. Дегенмен белгілі бір адамның жүрегіне үңілсең, сол адам кітап секілді ғой, оны ашып оқи бересіз, сол кезде ғана дұрыстап тани аласыздар. Сондықтан хиджабы жоқ екен деп, ол адамды Құдайға сенбейді деп бөлген дұрыс. Мен ойыма ешкімді сендірейін деп жатқан жоқпын. Дегенмен менің өзімнің ойымша рухани өскен кісі деген нақты осындай. Негізі өмірде бізді Алла тағала жүрегімізбен, не болмаса біздің қазіргі эмоциямыз бар ғой, сол арқылы ғана көреді дейді. Егер шын мәнінде жүрегіміз кір болса, жүрегіміздің ішінде бір бос орын болмай, өңкей, кек, әлгі қызғаныш, көре алмаушылық кірге толып тұрса, онда әрине біздің тілектерімізде қабыл болмайды. Ондай адамды рухани өскен деп айта алмайсың. Сондықтан ең әуелі мен ойлаймын, намаз оқымас бұрында тіпті ең бірінші мінезімізді өзгертуіміз керек сияқты деп ойлаймын өзім. Шын мәнінде жүрегіміз дайын болу керек та. Аллах тағаланың нұрымен бірге үйлесу үшін нақты рухани өскен адам болуымыз керек. Сонымен қатар рухани өскен кісі ол ешқашан ешкімнің өміріне килікпейді. Мынау не істеп жатыр екен, анау не істеп жатыр екен деп олай жүрмейді да. Бір ұнайтын жері көп қой, ондай кісілерде өмірде негізі өте көп. Қарайсың да тамсанасың.
сондай сабырлы, өте бір мейірімді кісілер, иә, ондай кісілер жоқ деп айтуға болмайды. Рухани өсу негізі өте оңай. Сіздер жай ғана былай ойлайсыздар да, менің қазіргі іс-әрекетім ол менің болашағымды жазады. Сондықтан мен қазір нақты дәл қазір тек қана жақсы іс-әрекеттер жасауым керек дейсіздер, болды. Яғни кез келген адам өзі бірінші қадам жасайды. Себебі ғаламшар сіздің өзгергеніңізді күтеді дейді. Сондықтан бізге берілген сынақтардың барлығы ол біздің өзгеруімізді қалаған үшін келіп жатыр. Рухани өсуге тырысайық, ағайын. Мен ақылсынып отыр деп ойлап қалмаңыздар. Бұл жай ғана менің рухани адам жайлы ойым. Ешқандай да ақылсынып отырмын деп айта алмаймын. Себебі маған осылай өз ойымды білдірген ұнайды, өте ашық. Жалпы YouTube арнаны ойыммен, мировоззрениемен бөлісу үшін, сіздердің ойларыңызды білу үшін аштым. Ойларыңыз жазып, арнама тіркеліп қойыңыздар. Пока.